Баршаларыңызға сәлем, наурыз құтты болсын. Бүгін сіздерге дәстүрлі наурыз көженің дәмді әрі қарапайым рецептін ұсынамын. Бұл тағам береке мен молшылықтың символы. Алдымен жылқы, сиыр етін суға салып қайнатамыз. Ол аралықта біз дәндерімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге фасоль, арпа және ақ бұршақты жақсылап жуып дайындап қоямыз. Ет қайнаған соң пайда болған көбіктерді алып тастаймыз. Енді дайын дәндерімізді етке қосып, барлығын бірге 2-3 сағат көлемінде пісіреміз. Ет толық піскен соң, оны сорпадан шығарып, бөлек ыдысқа саламыз. Сорпаға қажетті мөлшерде қайнаған су қосып, дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Қайнаған соң, қолдан жасалған кеспені салып, тағы 10-15 минут қайнатамыз. Осы уақытта етімізді майдалап, турап дайындап қоямыз. Кеспе піскен соң туралған етті сорпаға қайта қосып, жақсылап араластырамыз. Соңында айран, қатық немесе езілген құрт қосып, көжемізге ерекше дәм береміз. Міне, біздің наурыз көжеміз дайын. Бұл тағамды отбасыңызбен, достарыңызбен бөлісіп, мерекелі көңіл-күй сыйлаңыз. Ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.